Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 8-ші сынып геометрия сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы үшбұрыштың тамаша нүктелері, үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған шеңберлер. Осы сабақтан сендер үшбұрыштың тамаша нүктелерімен танысасыңдар және үшбұрышқа сырттай және іштей шеңбер сызуды үйренесіңдер. Сабақты соңына дейін көріңдер. Сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал онда тақырыпты бастайық. Тақырыпты бастамас бұрын мен медиана дегенге анықтама берейін. Медиана дегеніміз бұрыш төбесінен шығады, қарама-қарсы жатқан қабырғаны ортасын қосатын кесінді. Мысалы, мына жерде А төбесінен шығып, мына ВС қабырғасының ортасын қосып тұр. Мына жерде есе АВ қабырғасының ортасын қосып тұр. Әрбір үшбұрышта бізде 3 медиана болады, 3 қабырғасының ортасын қосады. Енді қараңдар, теоремаға тоқтала кетейік. Теорема үшбұрыштың медианалары бір нүктеде қиылысады және қиылысу нүктесінде төбесінен бастап 2/1 қатынасында бөлінеді. Бұл нүкте үшбұрыштың ауырлық центрі деп айтылады. Яғни міне қиылысу нүктесі, мына О нүктесі бізде ауырлық центр болып тұр. Яғни қараңдар, бізде берілген, АВС үшбұрышы берілген. Сосын бізде бұл жерде АЕ, ВД, сосын СФ деген медианалар берілген. Медиана. Осы медианалары қараңдар, бір нүктеде қиылысып тұр, сосын қиылысу нүктесіне мына жағы 2/1 қатынасында, яғни мына жағы 2х болса, мына жағы х болып тұр. Осындай қатынаста бөлініп тұр. Жазамыз міне АО-ның ОЕ-ге қатынасы 2/1 қатынасындай. Тағы ары қарай мына ВД диагоналының ВО-ның ОД-ға қатынасы, ВО-ның ОД-ға қатынасы да 2/1 қатынасындай. СО-ның ОФ-ге қатынасы, СО-ның ОФ-ге қатынасы да 2/1 қатынасындай болып тұр. Бұл жердегі О нүктесі бізде ауырлық центрі болып. Ал онда анықтамаға тоқталайық. Қараңдар, анықтама үшбұрыштың барлық төбелері арқылы өтетін шеңберді осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп айтылады. Қараңдар, шеңбер бізде үшбұрыштың міне барлық үш төбесі арқылы өтіп тұр. Яғни бұл шеңбер бізде үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп айтылады. Ал енді қараңдар, теоремаға тоқталайық. Теорема үшбұрыштың қабырғаларына жүргізілген орта перпендикуляр бір нүктеде қиылысады. Бұл нүкте үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі болады. Яғни қараңдар, үшбұрыштың қабырғаларына түсірілген орта перпендикуляр дегеніміз қабырғаларының ортасынан перпендикуляр түсіреміз. Осы перпендикуляр өзара қиылысады бізде, міне О нүктесіне қиылысып тұр. Осы О нүктесі үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі болып табылады. Сосын қараңдар, бізде кез келген үшбұрышқа бір ғана сырттай шеңбер сызуға болады. Мына қараңдар, мына О нүктесінен В-ны қосайын мен. ОВ қосайын. Сосын А-ны да қосайын О нүктесіне. Сосын С нүктесінде қосайын, С төбесінде. Осы бізде қараңдар, ОВ тең ОА-ға болады. Ол тең О-ға болады. Ол тең сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең болады. Бұл жерде қараңдар, АВС нүктелері, мынау АВС нүктелері радиусы R-ге тең шеңберге іштей сызылған үшбұрыш болып тұр. Ол жерде ВО дегеніміз ОА-ға тең болады, яғни ол О-ға тең болады. Олар бізде мына сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең болады. Ал енді біз үшбұрышқа іштей сызылған шеңберге тоқталайық. Яғни бізде қараңдар, егер шеңбер үшбұрыштың барлық қабырғаларын жанайтын болса, онда бұл шеңбер үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер деп айтылады. Яғни қараңдар, міне бізде шеңбер АВ қабырғасында міне жанап өтіп жатыр. ВС қабырғасында жанап тұр. АС қабырғасында жанап тұр ма? Онда бұл шеңбер мына үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер деп айтылады.
Енді кез келген үшбұрыштың бисектрисалары, енді қараңдар, бисектриса дегеніміз бұрышты қақ бөледі, иә? Бисектрисалары бір нүктеде қиылысады, және сол қиылысу нүктесі шеңбердің, іштей сызылған шеңбердің центрі болады. Қараңдар, онда мен мынау АВС үшбұрышының мына бисектрисалар жүргізейін. Бисектриса дегеніміз бұрышты мына қақ бөледі. Бұрышты теңдей екіге бөлеміз. Мына бұрышына теңдей екіге бөлеміз. Көрдіңдер ме? Мына өзі көрініп тұр. Мына шеңбердің центрі арқылы өтіп жатыр. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең болып тұр. Себебі ол не болып тұр? Бисектриса болып тұр. Бисектриса дегеніміз бұрышты қақ бөледі. Қараңдар, кез келген үшбұрышқа дейді, іштей тек бір ғана шеңбер жүргізуге болады, сызуға болады. Яғни оның центрі үшбұрыш бисектрисаларының қиылысу нүктесінде болады. Ал енді үшбұрыштың биіктіктерінің қиылысу нүктесіне тоқталайық. Яғни теорема. Кез келген үшбұрыштың биіктіктері немесе олардың созындысы бір нүктеде қиылысады. Яғни бұл нүкте орта центр деп аталады. Қараңдар, міне үшбұрыштың биіктіктері, яғни біз міне В төбесінен В-ды биіктігін жүргіздік, А төбесінен АЕ, СФ биіктіктерін жүргіздік. Олар бізде міне О нүктесінде қиылысады, яғни осы О нүктесі бізде орта центр деп айтылады. Жазамыз, міне В-ды бізде биіктік, яғни перпендикуляр болып тұр бұл АС қабырғасына. СФ, яғни СФ дегеніміз, яғни бізде ол АВ қабырғасына түсірілген АВ қабырғасына түсірілген биіктік. Ал енді ВД, СФ-ті жаздық, АЕ. АЕ дегеніміз ол ВС қабырғасына түсірілген биіктік. Яғни биіктік дегеніміз сол қабырғаға түсірілген перпендикуляр болады, не? Қараңдар, осы барлығы бізде міне О нүктесінде қиылысып тұр. Осы О нүктесі бізде орта центр болып тұр. Ал енді үшбұрышқа сырттай жанасатын шеңберлерге тоқталайық, яғни анықтама берейік. Үшбұрыштың бір қабырғасымен, қараңдар, мына үшбұрыштың бір қабырғасымен сырттай және қалған екі қабырғасының созындысымен жанасатын шеңберді бізде осы үшбұрышқа сырттай жанасатын шеңбер деп атайды. Яғни қараңдар, мына шеңбер бізде мына АВС үшбұрышына мына сырттай жанасып тұр. Бұл жерде мына ВС қабырғасымен сырттай жанасып тұр, мына АВ қабырғасының мына созындысымен жанасып тұр, мына АС қабырғасында мына созындысымен жанасып тұр. Яғни мына шеңберді бізде АВС үшбұрышына сырттай жанасатын шеңбер деп айтамыз. Ал енді тағы да теоремаға тоқталайық. Яғни теорема үшбұрыштың бір бұрышының бисектрисасы басқа бұрыштарының сыртқы бұрыштарының бисектрисаларымен бір нүктеде қиылысады. Бұл нүкте сәйкесінше үшбұрышқа сырттай жанасатын шеңбердің центрі болады. Яғни қараңдар, міне біз АВС үшбұрышы берілген, АВС үшбұрышы беріліп тұр. Осы АВС үшбұрышының біз бисектриса жүргіздік, міне. ВЕ бисектрисасын жүргізіп жатырмыз. Яғни бисектриса деген осы бұрышты қақ бөледі. Міне бисектрис. Және оның біз А төбесіндегі мына сыртқы бұрыштан бисектриса жүргіздік. Бұл жерде міне мына бұрыш пен мына бұрыш тең. Сосын мына С төбесіндегі сыртқы бұрышынан тағы да бисектриса жүргіздік. Міне осы бізде бисектрисалар бізде өзара қиылысады. Міне қараңдар, осы қиылысу нүктесі бізде мынау үшбұрышқа сырттай жанасатын шеңбердің бұл центрі болады. Яғни біз бұны О деп алатын болсақ, О мына сырттай жанасатын шеңбердің центрі болып табылып тұр. Бізде осыдан мынандай салдар келіп шығады. Кез келген үшбұрыштың әрбір қабырғасына сырттай жанасатын бір ғана шеңбер сызуға болады. Және оның центрі осы қабырғаға қарсы жатқан төбеден жүргізілген бисектриса мен басқа төбелерінің сыртқы бұрыштарының бисектрисаларының қиылысу нүктесінде, яғни сол нүктесінде болады. Мен жаңа мына бір ғана
шеңберге көрсеткен едім, иә, бір ғана қабырғаға жанасатын сырттай сызылған шеңбер. Яғни біз бұлда барлық қабырғаға сырттай жанасатын шеңберге осы жаңағы анық теорема бізде барлығына осы теорема орынды деген сөз. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.